Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен осындай азғантай заттан саңырауқұлақты салат дайындаймыз. Алдымен саңырауқұлақты турап аламыз. Бұл салатқа саңырауқұлақтың кез келген түрін қолдансаңыздар болады, консерваланған түрін қолдансаңыздар да бола береді. Саңырауқұлақ салатын менің рецептіммен міндетті түрде дайындап көріңіздер, өйткені бұған азғантай зат кетеді, әрі 2-3 минутта өте тез дайын болып шығады. Міне турап алдық. Енді бұны мен қуырып аламын. Сіздер қалауларыңызға қарай қуырсаңыздар да болады, осылай қуырмай салатқа қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызға қарай. Дәміне қарай тұз қосамыз. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Міне саңырауқұлақты дайындап алдық. Енді огурцеді турап аламыз. Міне енді жұмыртқамызды тураймыз. Осылай барлық қоспамызды сопақша пішінде турап аламыз. Осылай саңырауқұлақ, огурцей, жұмыртқамызды турап аламыз. Сосын консерваланған жүгері қосамыз. Қалауға қарай петрушка қостым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Осылай майонез салып, барлығын араластырып аламыз. Осылай салатымыз дайын болды, ас болсын.